Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қаңтардың 26-сы қазақ тілі мен әдебиеті сабағы 5-ші сынып. Тақырыбы менің тәуелсіз Қазақстаным. Мұғалім мен Майлыбекова Айнагүл Амантайқызы. Здравствуйте, ребята! Сегодня 26 января, 5 класс, урок казахский язык и литература. Тема сегодняшнего урока «Мой независимый Казахстан». Учитель я, Майлыбекова Айнагүл Амантайқызы. Менің тәуелсіз Қазақстаным тақырыбы бойынша жаңа сөздермен танысамыз. Давайте ознакомимся с новыми словами по теме «Мой независимый Казахстан». Жоғары кеңес, Верховный Совет. Мойындау, признавать, қиыншылық, трудность, қарыштап даму, развиваться, өркенің өссін, будь благодатным. Оқылым 3-ші тапсырма, диалогты тыңдаңдар. Рөлге бөліп оқыңдар. Чтение 3 тапсырма. Слушайте диалог, читайте по ролям. Сен не себепті 16 желтоқсан күні демалатынымызды білесің бе? Ты знаешь ли 16 декабря почему мы отдыхаем? Әрине білемін. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Сондықтан осы күні сабақ оқымаймыз, демаламыз. Конечно, да, я знаю. 16 декабря – это День независимости. Поэтому в этот день мы отдыхаем. Неге 16 желтоқсан тәуелсіздік күні деп аталады? Почему 16 декабря называем День независимости? 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғары кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. В 1991 году 16 декабря Верховный Совет Казахстана принял закон о суверенности и независимости нашего государства. Сен Қазақстанның тәуелсіздігін ең бірінші болып қай мемлекет мойындағанын білесің бе? Ты знаешь ли, какое государство первым признал, что Казахстан стал независимым государством? Я бірінші болып Америка Құрама Штаттары, екінші Қытай Халық Республикасы, одан кейін Ұлыбритания мойындады. Да, я знаю. Первым признал это Соединенные Штаты Америки, второй признал Китайская Народная Республика, а потом Великобритания. О, бәрін біледі екенсің ғой. О, ты все знаешь. Әрине, біз тәуелсіз елдің баласы екенімізді мақтан етуіміз керек. Конечно, мы должны гордиться, что мы дети независимого Казахстана. Я дұрыс айтасың. Да, правильно говоришь. Тәуелсіздік көп қиыншылықпен келді ғой. Конечно, нам независимость досталась с трудностью. Мен де тәуелсіз Қазақстанда тұрғанымды мақтан етемін. Я тоже горжусь, что я живу в независимом государстве Казахстан. Еліміздің тәуелсіздігін сақтау өз қолымызда. Ал сен қалай ойлайсың? Сохранить независимость нашего государства – это в наших руках. А ты как думаешь? Тапсырмалар. Жазылым, екінші тапсырма, тәуелсіздік дегенді қалай түсінесің?
Диаграмманы толықтыр, сөйлем құрастыр. Задание. Письмо. Вторая тапсырма. Как ты понимаешь слово независимость? Заполняйте диаграмму и составьте предложение. Үйге берілген тапсырма. Жазылым. 4-ші тапсырма. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөйлем құрастыр. Домашнее задание. Письмо. 4-я тапсырма. Сопоставьте слова по значению и составьте с ними предложение. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Наш сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания.